ертеректе 90 жылдары бір қария екі көзі тас соқыр маған молдеке сіз куә болыңыз, мен тәуба қылдым, мен құдайсыздар ұйымының мүшесі едім, қанша адамды барып сен оразасың ба деп қолымызда кішкентай бір кесек нанмен аузына тығып жеп мынаны, сен оразасың деп сол ораза тұтады деген адамдардың үйін аралап аузына нан тыққан уақытымыз болған еді. Мінекей Алла ақыретке жібермей осы дүниеде екі көзімді алып қойды. Мен разымын, мен тәуба қылдым, сіз куә болыңыз деп бір қарияның жылағаны мінекей әлі есімде, Алла куә. Мінекей сондай күндерден аталарымыздың дұғасын Алла қабыл етіп, осы жарқын күндерге жеткізді. Микрофонмен бүкіл қаланы басына көтеріп, Алла ұлық, Алла ұлық, Мұхаммед Алланың елшісі деген азан дауыстары. Намазға асығыңдар, намаз оқу арқылы ақыреттің азабынан асығыңдар деген ұлы шақыруларды естіп, мінекей осы күндері сондай жанымыз жай тауып бір жақсы күндерді кешіп жатырмыз. Алла енді осы күндерді алып қоймасын. Сол үшін бәрімізді тақуалықта, ізгілікте болайық. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға ақиқи үммет болуды Алла баршамызға нәсіп етсін. Мынау жиын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды еске алып, оның хадисін, өмір сүру үлгісін, басқаны үйрену мақсатында жиналып отырмыз, жақсылар. Сондықтан да мынау қарынның аштығынан рухани аштық нашар екен, қиын болады екен. Алла баршамызға инсап тауқи даят берсін. Тек аты мұсылман емес, заты мұсылман, жан дүниемізбен мұсылман болып, көркем мінезде, жомарттықта бір-бірімізді сағынып, бір-бірімізді құрметтеп, сондай бір ата, бір анадан туғандай ынтымақ берекеде, бақытты сағадатта өмір сүруді Алла баршамызға нәсіп етсін. Отан тыныш бейбіт болып, та қияметке дейін 5 уақыт намазымызды оқып, елдің береке бірлігінде қызмет қылып, дүниеден иман исламын өтіп, Алланың құзырына жәннаты болып барды. Алла баршамызға нәсіп еткен болсын. Баршаңыздың отбасыңызға амандық, береке, бірлік тілеймін. Бойдақтарымызға Алла тағала салиха жұптылар берсін. Үйленгендерімізге салих перзенттер берсін Алла. Алла баршаңызға екі дүние бақытын нәсіп етсін.